Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ешқандай химикатсыз, небәрі аз уақыттың ішінде осындай қарайып, сарғайып кеткен қазан кастрөлдерді жып-жылтыр етіп тазалап алатын боламыз. Ешқандай құрылғының, қырғыштың қажеті жоқ. Осылай жасасаңыз, мен секілді бірден 5 минуттың ішінде ыдыстарыңызды оңай-ақ, қырмай, ешқандай күш салмай тазалап алсаңыздар болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Бізге ең алдымен осындай қарапайым кірсабын қажет болады. Кірсабынды мен ең алғашында күштің үлкен көзінен өткізгенмін, алайда қатты болғандықтан ыңғайсыз болды. Сол себепті пышақпен барлығын осылай кесіп алдым. Содан соң үлкенірек ыдысқа суымыз қайнап жатқанда ішіне жаңағы кірсабынымызды саламыз, және де сода саламыз. Ас содасы. Содан соң осылай көпіріп реакция жүреді, және порошок саласыздар, өзіңіз кәдімгі кір жуып жүрген. Сондай-ақ сұйық май құямыз. Және барлығын жақсылатып тұрып араластырамыз. Енді осылай суымыз көпіріп қайнап жатқанда өзіңіздің қарайған, сарғайып кеткен ыдыстарыңызды салып бастайсыз. Бұл менде эмалированный кастрөлдер өте тез тазаланды. Және де қазанның қалпағында осылай сыйғанша шетіне салып, арасында аударып отырдым. Мен қайнататқаныма 2 минуттай ғана уақыт болды. Мына бір кастрөлді екінші жағына аударып, былай қасықты жай көргем. Мінекей. Жай қасық тиіп тұрғанға уже тазаланып жатыр. Мына эмалированный болғасын, өте тез тазаланады. Қазір енді бірден қазанымды салам, бұларды алып тастап, жуып шайып. Мінекей, көріп тұрған шығарсыздар, өзі сыпырылып түсіп жатыр осылай. Ешқандай да күш салып тұрған жоқпын. Байқап тұрсаңыздар, тек губкамен бір-бір өтіп жатырмын. Өте тез жуылды бұл кастрөлдер менде. Осылай ыстық суда бірден ыстық күйінде жусаңыздар, майы қатпайды, бірден осылай сыпырылып түсетін болады. Және де қазанның қалпағы да дәл солай бірден ыстық күйінде жуып аламыз. Міне көріп тұрған шығарсыздар, сарғайып кеткен. Оны кішкене қаттырақ жусаңыздар кетеді. Осылайша кастрөлдерімді жуып шайып алдым. Енді кезекте мен осы үлкен кастрөлмен бірге сарғайып шеттері, сарғайып кеткен крышканы да салып жібердім. Кішкене уақыттан соң осылай бірден қолмен осылай перчаткамен ұстағанда сыпырылып өзі түсіп жатты. Енді бірден жылы сумен, губкамен бір уқалап аламын да, және жылы сумен жақсылап жуып алам. Барлық ыдыстарды жуып болған соң міндетті түрде мұздай сумен бірнеше қайтара жууға кеңес беремін. Себебі порошоктың иісі кетуі тиісті. Мінекей, қазанымды көріп тұрсаңыздар, өте сарғайып, жаман болып кеткен. Қазан менде толық батпағандықтан бірінші астын, содан соң астыға қаратып, тағы да үстіңгі жағында бір қайнатып алдым. Міне көріп тұрсаңыздар, қазан да осылай губкамен бір-бір өткенде кетті, тек түп жағы қатты қарайып кеткендіктен қазанды ұзағырақ уақыт ұстадым. Ең алғашында мен бұл қазанды азилетпен жуып, сәл ішін кішкене бүлдіріп алған тұғымын. Сол сұр болып қалған жері, сол кетпей қалды. Негізі қазанды азилетпен жууға кеңес бермеймін. Себебі азилет жай сыртын ғана болмаса, зиянды заттар бөледі. Сол себепті ішін жууға кеңес бермеймін. Міне ең соңына осындай сковородкамды күнделікті пайдаланатын. Оны да бір салып алдым. Осылайша барлығын тазартып губкамен жуып шыққан соң, жақсылатып жуып, ең соңынан мұздай суға бірнеше қайтара шайып шықтым. Сіздерге де кеңес беремін, ешқандай химиясыз оңай ыдыстарыңызды тап-таза жылтыр етіп тазалап аласыздар. Міне соңындағы нәтижелерін көріп тұрғандарыңызда өте тап-таза жып-жылтыр болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.